Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын запеканканың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл жерде ерекшелігі мен тауығымды төрт етінен жасайтын боламын, және де картошкамды пюре ретінде пісіріп алатын боламын. Егер де сіз пюре ретінде емес, осылай картошканың өзін салып пісіремін десеңіз де өз қалауыңыз. Ең алдымен тауықтың төс еттерін осылай ұзынша етіп турап, одан кейін майдалап төрт бұрышты етіп турайтын боламыз. Түскі тамаққа немесе кешкі тамаққа не жасаймын деп ойласаңыз, міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіз. Мен осылай тауықтың төс еттерін мен турап алдым, және де сары, жасыл, светофор болгар перестерін майдалап төрт бұрыш етіп турайтын боламын. Бұл негізі маңызды емес, қосу немесе қоспаумен дәмін әдемі және пайдалы ету үшін осыны қостым. Және де 2 пиязды төрт бұрыш етіп турап салатын боламыз. Осы салмамызға 2 жұмыртқа және де 2 қасық сметана, 1 кесе сүтті құйып, тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сүт, сметана бұл біздің массамыздың жаңағыдай сочи болып пісуіне жақсы көмектеседі. Менде арнайы запеканканың ыдысы болмағаннан кейін осылай өзім қолдан жасап алдым. Астына пергамент және де формаға салатын боламын. Дайын болған піскен картошкамызды осылай алып пюре ретінде езетін боламын, және де үстіне азан тұзды салып жіберіңіздер. Одан кейін астына осылай майонезді құйып шығатын боламын. Арнайы пакетикке салып, және де барлығы осы пюремді, картошкамды ең астыңғы бөлікке осылай орналастырып алатын боламын. Мен бұл жерде 1 килограммнан аса картошканы пайдаландым. Сіздер бұдан аз, немесе бұдан көп пайдалансаңыздар болады. Үстіне қайтадан майонезді құйып, тауықтың төс етінен дайындалған салмамызды осылай үстіне жақсылап салып шығатын боламыз. Өте аппетитный, және де піскен кезде үйдің иісін алып кетеді. Үстіне осылай бір қызанақты бөліп салып шықсаңыздар болады. Ең алдымен біз осы дайын болған бөлікті пісіріп алатын боламыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Біздің осы запеканкамыз дайын болды. Дайын болған запеканкамыздың үстіне үкіштен өткізілген сырымызды салып, 10 минутқа қайтадан пешке салып алатын боламыз. Сырымыз созылып пісу үшін. Біздің запеканкамыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерде өте қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Және де осы тамақты міндетті түрде жасап көріңіздер.